Сәлем достар, әдеттегідей мен бүгін сіздерге ең оңай кекстің түрін көрсететін боламын. Жұмыртқасыз, сарымайсыз сумен жасалатын бұл кекстің осылай дәмді болып шыққанына әрине сенбейсіздер. Ол үшін осы рецепті қайталап жасап көріңіздер. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен осындай шұңғыр ыдысқа қант саламыз және де үстіне жылы су құямыз. Қоспалардың барлық мөлшері видеоның астына өтсеңіздер описаниеде жазылып тұр. Енді барлығын жақсылап тұрып қант ерігенше араластырамыз. Үстіне сұйық май құямыз және де бал қосамыз. Балдың қандай түрін алсаңыздар да өз еріктеріңіз. Балды қосқаннан кейін бал ерігенше жақсылап тұрып араластырамыз. Келесі кезекте ұн қосамыз. Ұнды 200 грамм деп жазып қойдым, бірақ көз мөлшермен қосқандарыңыз дұрыс болады. Осылай бірінші аз-аздан қосып алып, жартысын қоссаңыздар болады. Үстіне қопсытқышты салып, жақсылап тұрып, ұн ерігенше араластырып аламыз. Осылайша ұнды аз-аздан қосып отырып, араластырып отырамыз. Қою қаймақ тәріздес консистенцияда шығуы қажет. Мінекей көріп тұрғандарыңыздай осындай видеодағы қоюлықтай шығуы қажет. Қатты қою болып кетпеуін қадағалаңыздар, өйткені кекс піскен кезде қатты болып қалуы мүмкін. Келесі осындай бірдей көлемдегі 2 ыдысты алып, жаңағы дайын болған қоспаны теңдей етіп 2 бөлікке бөліп құятын боламыз. Бір бөлігіне 2 ас қасық какао ұнтағын салып, жақсылап тұрып араластырамыз. Какао ұнтағын салғаннан кейін қоспа қоюланып кетеді. Үстіне кішкене мөлшерде су құйып, тағы да жақсылап тұрып араластыратын боламыз. Мінекей 2 қоспа да дайын болды. Келесі формамызды майлап, қоспаларды осылай бір ас қасықтап, кезек-кезек құйып шығатын боламыз. Бір қоңыр түсінен және де бір ақ түсінен кезектесіп құямыз. Бір қатарын құйып шыққаннан кейін келесі үстіңгі қабаттарын шахмат тәріздес қайталап барлығын құйып шығатын боламыз. Барлығын құйып болғаннан кейін шпажканың көмегімен осылай әдемі оюлар жасаймыз. Осылай жасасаңыздар піскенде әдемі ерекше оюлар пайда болатын болады. 180 градуста қызып тұрған пеште 40 минуттай пісіретін боламыз. Достар, менің рецептіммен осы кексті дайындап көріңіздер. Видео азық-түлік болмай қалған жағдайда өте тез дайындай салатын шайға ең керемет тәттінің бірі. Видео ұнап жатса, осы рецептпен қайталап жасап көрсеңіздер, өз пікірлеріңізді қалдыра кетіңіздер комментарийге. Келесі кездескенше әлі алда талай қызықты рецепттер болады, күтіңіздер.